лекалдарды размерлерге ауыстыра білу немесе адамның бойының ұзындығына байланысты өзгерте білу. Мінекей қараңыз, лекалда артқы ұзындық, біз оны длина спинки талии деп айтамыз да. Мысалға, сізге одан қысқарақ керек. Я болмаса сізге ұзындау керек. Давайте біз бірінші момент қарастырамыз, егерде біз лекалды ұзарту керекпіз. Онда біз былай істейміз. Мынау бізде болашақ пройма. Сіз проймадан бұны қиып жібересіз де 0,7 мм-ге дейін бұны ұзартуға болады. Немесе 0,7 мм оны сіз қысқартуға болады. Қараңыз, бұл лекалдың алдыңғы жағы. Алдыңғы жағында да. Қараңызшы, линейка менде алдына қарай перпендикулярны тік тұр. Егерде мен қазір осыны қисам, мен бұны ұзын бойлы кісілерге, денесі ұзындау кісілерге, өстіп бұны ұзарта аламын. Бұны былай. Деталім 0,7 мм-ге ұзарды. Ал егерде мен оны қысқартқым келсе, мына қараңыз, сіз линейкамен сызып алуға болады 0,7 мм-ді. Ал мен түсіндіру үшін мына қараңыз. Мына мен бұны кішірейттім 0,7 мм-ге. Қысқарту адамның бойының қысқалығына қарай, немесе ұзарту. Енді бұл пройма жағы. Біз дәл солай жұмыс істей аламыз. Мына деңгейде қазір көрсетейін. Егерде бізде мынау линия талии, белдің сызығы. Сіз оны қысқарта аласыз және мына емшектің астынан, я болмаса жауырынның астынан. Дәл осылай осыны қиямыз. Біз бұны тағы да өзгерте аламыз. Мінекей, бұл арты, бұл алды. Қараңыз, лекал сәл ұзарды. Егерде бүйтіп қойсақ. Лекалды қысқарту. 0,7-0,7-ден қысқарта салыңыз. Мына астыңғы жақта 1,5 см-ге дейін қысқартуға болады. Мына. Сол қысқартқаннан кейін, көрдіңіз бе, мына сызықтар өзгереді. Сіз оны кірелегеннен кейін бүйтіп дұрыстап лекалитет жібересіз. Конечно, бұл айтып жатқан информацияның бәрі тігіннен хабары бар, бұрыннан жұмыс істеп жүрген қыз-келіншектерге өте ыңғайлы. Енді бұл размерлерді қалай біз өзгертуге болады? Бұл ұзындығын қарастырдық. Енді біз қарастырайық, қалай размерді өзгертуге болады. Мысалға, мынау менде 40, мына лекал 46 размер. Мен бұдан 44-46 размер. Бұл лекалды 48-50 қылғым келеді. Ол үшін сіз менен лекалды қайтадан сатып алудың керегі жоқ. Біз осы лекалды дұрыстайық. Сіз сантиметровый лентаны аласыз да. Сантиметровый лентаны аласыз да. Қараңызшы, мына 1 сантиметр ол тігіске қалдырылған ғой. Егерде мен оны тігістің бойымен сәйкестірсем, және біз бұны өлшеп шықсақ, мына қараңыз. Менде шығып тұр 46 размер. А мен бұны 48 қылғым келіп тұр. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін мен мына лекалды астына калька қоямын. Сізге көріну үшін. А может даже калька керек емес. Давайте былайынша көрсетейін. Қараңыз. (0,5 мм) менде уже 1 сантиметр, 1 размер қосылды. Қараңыз. 0,5 қостым. Иықтан 0,5 қостым. Мойнынан 0,5 қостым. Артын ұзартқым келмейді. Но иықты да ұзартпауға болады. Мысалға, не обязательно одан 0,5. Мысалға, мен бір размерге 0,2 қоссам, мына қараңыз, 0,2. Ал мына жерге мен 0,5 қостым. Мына 0,5-ім қосылады.
Міне қалай иығы ұзарды, ширина спинки ұзарды, 0,5 аржанды 0,5 ол 1 сантиметр қосылды. Енді қараңыз, талиядан 0,5 қостым. 0,5. Көрдіңіз бе, сіздің лекал өзгерді бір размерге. Енді мынау боковая часть спинки дейді. Егерде бұл спинка болса, бұл оның боковая часть. Бұны қалай өзгертеміз? Бұған да мен мына жерге 0,5 қосамын. Мына жағына қоспай та қоюға болады, да? Тек қана мына ұшына қосып жіберу керекпін. 0,5 мінекей қараңыз. 0,5 қостым. И осы 0,5-ті лекально қосып жіберем. Міне. Енді қолтық ойындысы, иә? Қолтығын мен 0,5 түсірдім. Әрі 0,5. Қараңыз, 0,5 мен қолтықтан түстім. Және мен деп оны жаңағы 0,5-ке әкеп қостым. Және боковая часть, боковой жерін тағы да 0,5 сантиметр қостым. Қараңыз өзгешілікті. Бұрынғы сызықты қараңыз. 46-шы размерінің сызығын. Міне. Көк сызықпен 46-шы. Және оған қосылды 48. Егерде біз дәл осы екеуінің ортасын алсақ, бізде примерно 2 размерге сай келетін лекал шыға келеді. Міне қараңыз. Мынау бұрынғы көк сызығы. Міне. Бұрынғы көк сызығы, жаңа қызыл сызық, ол жаңа размерге. Дәл солай алдыңғы детальді өзгерте беруге болады.